Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Жалпақтал ауылы Кенжебек Меңдалиев атындағы орта жалпы білім беретін мектебі тәуелсіздіктің алғашқы жылдары ашылған. Бүгінде 25 жылдық тарихы бар атаулы білім ордасы. Ерен еңбегімен көзге түсіп жүрген ұлағатты ұстаз, мектеп басшысы Салтанат Кәрімқызы Өтеғұлова ізденіс табыс кілті дегендей тынымсыз еңбек нәтижесін көрсетіп келеді. Елбасы жолдауында елімізде білім беру саласын дамытудың жаңа міндеттерін нақты белгілеп берді. Білім сапасына қойылатын жаңа талаптар білім мазмұнын игеруде мұғалімнің оқушымен қатар тұруын қажет етеді. Бүгінде мектебімізде 300 оқушы жаңартылған білім мазмұны бойынша оқып жатыр. Мектеп жұмысы мен оқушы жетістіктерін өрістетудегі негізгі тұлға мұғалім деп бекер айтылмаған. Сол міндетті абыроймен атқару үшін күндіз-түні ізденіп, әлемдегі озық әдіс-тәсілдерді барынша мектеп өміріне ендіру ұстаздар үшін үлкен парыз. Жаңартылған білім беру мазмұнын жүзеге асыру мақсатында педагогтардың тынымсыз еңбектерінің арқасында семинарлар, коучингтер, шебер сыныптар ұйымдастырылуда. Аудан көлеміндегі жетекші мектеп ретінде қоғамдастық желі бойынша өткізіліп отырған жұмыстардың нәтижесі де өз жемістерін көрсетуде. Осындай игі шаралар тек өз мектебіміздің көлемінде ғана емес, аудандық, облыстық, республикалық семинарларды да ұйымдастыруға мектеп себепші болып отыр. Білім мазмұнының оқу бағдарламасын орындауда пән мұғалімдерінің өткізген сабақтарының нәтижесі оқушыларды шығармашылық ізденімпаздыққа үйретіп, сыни ойлауын дамытуда. Облыстық деңгейде өзіндік орны бар Кенжебек Меңдалиев атындағы орта жалпы білім беретін мектебі білім мазмұнын жаңартуда педагог қызметкерлердің кәсіби шеберлігін, құзырлығын және сабақ беру әдістемесін үздіксіз жетілдіру арқылы оқушылардың сапалы білім алуына, шығармашылық деңгейінің жоғары сатыға жетуіне ықпал ету тақырыбында шығармашылық жұмыс жүргізіп келеді. Білім ордасы облыстық білім басқармасының оқу-тәрбие жұмысын жүйелі ұйымдастырушы номинациясымен облыстық үздік ауылдық мектеп, аудандық заманауи мектеп көшбасшысы номинацияларымен марапатталған. Ұлттық бірыңғай тестілеу бойынша облыста үздік мектептер қатарында болса, ауылдық рейтингте алғашқы үштік қатарынан түспей келеді. Соңғы 10 жылда 17 алтын белгі, 41 үздік аттестат иегерлерін шығарды. Ал соңғы 5 жылда мектеп оқушыларының 17-сі республикалық, 41-і облыстық, 99-ы аудандық, 146-сы қашықтық деңгейдегі жарыстардан топ жарып, жалпы оқушылардың 56%-ы түрлі деңгейдегі әртүрлі бағыттағы байқау конкурстарында жүлделі орындардан көрінді. Оқушылардың білім бәсекесінде оза шауып, үздік нәтиже көрсетуі сөзсіз білікті маман берген сапалы білім мен саналы тәрбиеге байланысты. Ұстаздар арасында мемлекеттік грамоталармен марапатталған 12 мұғалім болса, 2 мұғалім аудан әкімінің сыйақысын иеленді. Ұлағатты ұстаздардың 7-еуі республикалық, 43-і облыстық байқаулар мен қашықтық олимпиадаларының жүлдегерлері, ал мектеп басшысы Салтанат Кәрімқызы білім беру ісіндегі ерекше еңбегі үшін білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподағына сіңірген еңбегі үшін медальдарымен, Абылай Жардемұлы шығармашыл тәжірибелі ұстаз, Сұлшаш Кабулова білім ісінің үздігі, Гүлбаршын Жардемғалиқызы білім беру ісінің құрметті қызметкері төсбелгілерімен марапатталды. Білімнен биік белестерді бағындырған мектеп ұжымы болашақта педагогикалық шеберлік, шығармашылық ізденіс үстінде шәкірттерге білім мен тәрбие беруде аянбай еңбек ете береді. 5 жыл ағылшын тілі пәнінің мұғалімі боламын. Арқалық қаласына Тәрбие мен оқу егіз ұғым. Әбу Насыр Әл-Фараби өз қағидасында адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілу керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дегендей. Мектебімізде ұстаздар алдына қойылған негізгі міндет оқумен қатар жас жеткіншектерді жан-жақты етіп тәрбиелеу болып келеді. Елбасымыздың рухани жаңғыру болашаққа бағдар мақала аясында көптеген шаралар ұйымдастырылып, оқушылардың бойында ұлттық сананы ояту, туған халқына деген құрмет, сүйіспеншілік, мақтаныш сезімін ұялату, ұлттық рухты сіңіру қасиеттері іске асып жатқаны сөзсіз.
Оқушыларды жастай өз қабілеті мен қызығуына қарай белгілі бір мамандыққа арнайы бағыттауға жан-жақты жұмыстар жүргізілуде. Мектебімізде Назарбаев зияткерлік мектептерінің жобалары енгізіліп, ата-ана қызметімен танысу, 2 күн ата-ана кәсіпорнында әлеуметтік тәжірибелері жүзеге асырылып жатыр. Сонымен қатар мектеп оқушыларының кітап оқу қызығушылықтарын арттыру мақсатында Redex жобасы енгізіліп, жақсы нәтиже көрсетуде. Біздің мектебімізде шығармашылық, дарындылық қабілетін арттыру мақсатында құрылған бірнеше қоғамдық үйірмелер мен клубтар, бірлестіктер бар. Оқушылардың дарынын дамыту, олардың қабілеттілігін ғана арттырмайды, болашақ өмірге дайындап, мамандық таңдауына, салауатты өмір салтын қалыптастырып, адал болуларына да әсер етері айқын. Тәрбие жұмысының табысты болуының басты кепілі мектеп пен ата-аналар арасындағы ынтымақтастық қарым-қатынаста. Тек ата-аналармен бірлікте, ортақ күш-жігер жұмсау арқылы ғана мұғалімдер балаларға адамдық үлкен бақыт бере алады деп ұлы педагог Сухомлинский атап көрсеткендей, жеке тұлғаның қалыптасуы үшін 3 субъекті мұғалім, оқушы, ата-ана тығыз байланыста жұмыс жасап келеді. Кенжебек Меңдалиев атындағы орта жалпы білім беретін мектебінде ата-аналармен жұмыс жаңа форматта, инновациялық бағытта өткізілуде. Елбасы біз қазір білім мен ғылым, инновация атты үштік үстемдік құратын постиндустриялық әлемге қарай бағытталып барамыз деген болатын. Бүгінде бұл реформаны ұжымымыз ой елегінен өткізіп, білім әлемінде жаңалықтардың жаршысы болып, бір жеңмен қол бір жағадан бас шығарып, жақсылыққа бастайтын жарқын жұлдыз оқу мен оқыту деген ұранды болашаққа алып барады.